Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде сөйлеуді дамыту сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жеміс жидектер мен көкөністер. Сабақ бастамас бұрын шаттық шеңберін құрамыз. Біз бақытты баламыз, оқып білім аламыз. Әріптерді үйреніп, білімді бала боламыз. Балалар, біз бүгінгі сабақта жеміс жидектер, көкөністермен танысатын боламыз деді. Жемістер бұл ағашта, яғни бақта өседі. Оларға алма, алмұрт, жүзім, шабдалы, шие жатады. Ал жидек дегеніміз балалар, шөптесін өсімдіктер мен бұталарда өсетін шағын ылғалды жемістер. Біз жидектерді көбіне торттарды безендіруге пайдаланамыз. Оларға құлпынай, бүлдірген, қарақат, таңқурай солар жатады екен. Ал енді балалар, көкөніс дегеніміз тамаққа қолданылатын бақша өнімдері. Бұларға картоп, сәбіз, пияз, қызылшақ, орам жапырақ солар жатады екен. Енді осыларды күтіп баптайтын адамды бағбан дейміз. Біздің денемізге көкөністер мен жемістердің пайдасы өте көп. Олардың құрамында дәрумендер көп болады. Енді бұл кітапты ашып тапсырмаларға қараймыз. Бірінші тапсырмада бағбанға қажетті құрал сайманды ата. Олар не үшін қажет дейді. Бағбан дегеніміз жаңа жеміс жидектер мен көкөністерді баптайтын адам дедік. Енді сол бағбанға бізге осы құралдардың ішіне қайсысы қажет? Соның сыртын қоршап сызамыз. Одан кейін екінші тапсырмада ребусты шеш дейді. Шешеу болған көкөністің суретін сал. Ребус дегеніміз бізге бейнелі жұмбақ деп атауға болады. Бізге бейне беріледі, сурет беріледі. Сол суретті қарап отырып, ол суреттің басында немесе аяғында үтір белгісі қойылады. Үтір белгісі неше болса, сол сөзден сонша әріпті алып тастаймыз деген сөз. Мысалға мына жерде бірінші қыздың суреті тұр. Қыз дейміз, одан кейін нан тұр. Нанның басындағы н әрпін алып тастаймыз. Ан болып қалады. Қыз ан, қызан деген сөз шықты. Енді үшінші сурет бізде тақ. Тақ дегенде үтір бізде суреттің алдында тұр. Бір ғана үтір тұр. Демек, тақ деген сөздің басындағы т әрпін алып тастаймыз. Сонда қыз ан ақ. Сонда біз шыққан сөз қызанақ болды. Осы суреттің жанына қызанақтың суретін саламыз. Енді кітаптың екінші бетіне тапсырма қараймыз. Тек қана жемістерді сызық арқылы себетке жина дейді. Мына жерде бізде жемістер мен көкөністер берген. Осының ішінде тек қана жемістерді себетке сызып қосамыз. Көкөністерді қоспаймыз. Енді төртінші тапсырма. Жұмбақ шешек дейді. Қалың киімді ұнатады, шешіндірсең жылатады. Үстіне тігіп көк жатыр, астында қызыл дәу жатыр. Осы жұмбақтардың жауабын табамыз. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.